Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі 103-ші сабақтың тақырыбы негізгі және туынды сын есім. Бірінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді тыңда. Мұраттың бастауы. Ойын алаңының арғы жағындағы кішкене жартастың түбінде бір топ құрақ өсіп тұрған. Бірде соның жанына барып дем алып отырдық. Бұрын осы жерде бастау болған дейді атам. Әне, жер дымданып жатыр. Қазып көрсе қайтеді? Мүмкін су шығар, деді Мұрат. Оның сөзін әркім өзінше күлкіге айналдырып жіберді. Мейлі, күле беріңдер деп Мұрат өкпелеп кетіп қалды. Біз қайтадан ойынға кіріскенбіз. Мұрат келе жатыр деп бір бала дауыстап жіберді. Жалт қарасақ, Мұрат келе жатыр екен. Қолында күрегі бар. Ол әлгі ойпаң жерді қазуға кірісті. 2-3 күрек бойы қазғанда су шығып бүлкілдеп аға бастады. Бізде үн жоқ. Мұрат бізге күле қарап, бастаудың мөлдір суынан ішіңдер, деді. Біз бастау суын қос уыстай іліп алып ішіп жатырмыз. Салқын су қандай тамаша десеңші. Сұрақтарға жауап берейік. Төменде балалар қай жерде ойнады? Екінші сұрақ, балалар ойнаған алаңында бұрын не болған? Үшінші сұрақ, Мұрат бастаудың қандай белгілеріне қарап тапты? Төртінші сұрақ, Мұраттың бастауды табуына оның қандай қасиеттері көмектесті? Енді бесінші сұрақ, бұлақ суының адамға қандай пайдасы бар? Осы сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бірінші, балалар қай жерде ойнады? Балалар кішкене жартастың түбінде ойнады, иә? Бұрын бұл жерде не болған екен? Бұрын бұл жерде бастау болған. Мұрат бұл жерде бастаудың болғандығын қалай білді? Жердің дымданғанынан білді, иә? Үшінші сұрақ, Мұрат бастауды қандай, кешіріңіздер, төртінші сұрақ, Мұраттың бастауды табуына оның қандай қасиеттері көмектесті? Мұраттың қызығушылығы мен бірбеткейлігі, ол ренжіп кетіп қалса да, қайтадан келіп, бірбеткейленіп, сол жерді қазып, су бар екенін көрсеткен болатын балаларға. Бұлақ суының адамға пайдасы қандай? Бұлақ суының адамның денсаулығына пайдасы зор екен. Мәтіндегі сын есімдерді тап дейді. Мәтіндегі сын есімдер кішкене, ойпаң, мөлдір, салқын деген сөздер бар екен. Келесі тапсырма, келесі жаттығу, мәтінді көркем жаз. Сулы жер, нулы жер. Ну дегеніміз қалың тоғай, тоғай іші, көңілді. Төмендегі тапсырмаға назар аударайық, құрметті оқушылар. Қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талда, олар қай сөз табына жататынын анықта. Бұл сын есімдердің құрғақ, қалың деген сын есімдерден өзгешелігі неде деп ойлайсың? Бірінші, бұл жерде қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талдап көрейік. Сулы, түбірі су, лы жұрнақ. Нулы, түбірі ну, лы деген жұрнақ болып тұр. Көңілді деген сөзде түбірі көңіл, ді деген жұрнақ екен. Бұл сын есімдердің құрғақ, қалың деген сын есімдерден өзгешелігі неде? Бұлардың өзгешелігі бұл жерде түбір сөзге жұрнақ жалғанып тұр, иә? Ал құрғақ, қалың деген сөздер бұлар түбір сөз. Енді мына жердегі ережемен жаңағы біздің жаттығуымыздағы екеуінің айырмашылығын салыстырып көрейік. Айырмашылығы неде болған? Былай дейді: сын есім негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған сын есімді негізгі сын есім дейді. Қалың, әдемі. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімді туынды сын есім дейді. Өнерлі, саналы, яғни өнер деген сөзге, түбір сөзге лі деген жұрнақ жалғанып тұр. Саналы деген сөзде сана деген түбір сөзге лы деген жұрнақ жалғанып тұр екен. Келесі үшінші жаттығу, берілген негізгі және туынды сын есімдерді салыстырып, олардың ұқсастығы мен айырмашылығын тап. Бұл жерде негізгі сын есімдер жаңа, көк, жүйрік деген сөздер. Туынды сын есімдер әдепті, сүтті, атақты, көктемгі деген сөздер екен. Бұлардың ұқсастығы не? Бұлардың ұқсастығы екеуі де сын есім. Ал айырмашылықтары негізгі сын есім түбір сөз арқылы түбір сөзден болады. Ал туынды сын есім түбір сөзге жұрнақ жалғанады екен. Яғни екеуінің айырмашылығы осында, құрметті оқушылар. Төртінші жаттығу, оқы және не туралы айтылғанын анықта. Оның құлағы, құйрығы және жүні бар дейді. Келесі оң жақта оның ұзын құлағы, қысқа құйрығы және жылы жүні бар. Жазда жүні сұр, ал қыста ақ болады. Яғни сол жақтағы мәтін ешқандай да түсініксіз, иә? Ал оң жақтағы мәтін, яғни бұл жерде түсінікті болып тұр.
бұл сөздердің түсінікті болуына көмектескен бізде сын есім екен, иә? Ұзын деген сын есім екен, қысқа деген сын есім, жылы деген сын есімдер бар екен, және де мына сұр, ақ деген сын есімдер сөйлемді толықтырып тұрғандығын байқаймыз. Келесі, берілген етістіктерге ғыш, гіш, қыш, кіш жұрнақтарын жалғап туынды сын есім жаса дейді. Бұл жерде біл, жүз, тап, сез, байқа, сөйле, айт деген сөздер берілген. Енді осыларға берілген жұрнақтарды жалғап көрейік. Жасаған туынды сын есімдерінің қайсысын қоянды сипаттауда қолданасың дейді. Ал енді сөздерге жұрнақтар жалғайық. Білгіш, жүзгіш, тапқыш, сезгіш, байқағыш, сөйлегіш, айтқыш деген сөздер шығады екен. Енді осы сөздердің ішінде сезгіш және байқағыш деген сөздерді қоянды сипаттауда қолданамыз. Себебі ол өте сақ әрі сезгіш болып келеді қоян табиғатынан. Құрметті оқушылар, біздің осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.